Туралы 1928 жылдың 27 тамызында қабылданды. Декрет қабылданды, иә? Жақсы, жарайды, келе қояйық. Өзбекте астықтайды, белсенді жүргізіп жатқандықтан артық астықты тартып алды. Жақсы, өте жақсы, жарайсың. Келе қой. Келе беріңдер балдар. Айсұлтан артынан келе бер, жылдан уақыт жоқ. Ол жеке Қызылорда жүйесінде қазақ ауылында кеңес үкіметінің Бағдан алу жариялар, жарайсың. Сеңдер, кел. Рамазан, келе қой. Ерасыл, Али, келе берді, артынан тұра беріңдер. 1929 жылы қарашада Сталиннің ұйымдастыру міндеттері туралы ұлы бекбұрыс жылы мақаласының жарияланды. Жақсы, жарайсың. Барлық киіз үйлер бір жерге жиылып тігілді. Барлық саймандар ортақ деп жарияланды. Жақсы, тамаша. 1927 жылы жоғарында Сабақты есіне түсірді жұмысте. Ұйымдастыру 1929 жылы кеңес одағы ауыл шаруашылығы саласында ұжымдық жүйеде өткізу мақсатында жүргізілген. Жақсы, жарайсың. саясат южан. Балалар барлықтар түгел барлығымыз қатыстық. Енді балалар үй тапсырмасы балалар бізде 1 балмен бағаланады. Енді сендерді біз сендермен 10 балға жету мақсатымыз. Сабақтың мақсатына жету және де 10 балға жетуіміз керек. Енді үй тапсырмасына 1 балл. Кім жақсы дұрыс жауап берді, сол өзіне не істейді? 1 балл қояды. Ал қоя қойыңдар. Барлығымыз тақтаға назар аударайық. Қазір сендерге 1 минуттық видео қоям балалар. Соны қарай отырып, сұрақтарға жауап береміз. Қазақ халқының балдарын тартып алып, олардың ашаршылықтарын көрсетті. Дұрыс. Біз алдыңғы сабақта сендермен ұжымдастыру туралы сөздік, иә балалар? Саясаттың демографиялық өзгерістерінің себеп салдарын анықтауымыз керек. Яғни ұжымдастыру саясаты қандай салдарларға алып келді қазақ даласына? Сол туралы өтетін боламыз балалар. Енді қазір біздің зерттеу сұрағымыз дәптерімізге бірі ол ұжымдастыру саясатынан болып келеді. Ұжымдастыру саясатында қазақ елінің малдарының тәркілеп алып жатты. Және де оған қазақ еліне 1 жылға 56 килограмм тамақ береді. Ол және де бір мал береді. Оның жетпейтінін өзін Ресей елі айтады. Ол 6 айға жететін азықты береді. Соған шыдама, соны көріп іштеріне қан шыққан зиялылар Голошакинге хат жазады. Ол хат бесеудің хаты деп аталады. Хат жазады. Және де осы хат жазғанға атсалысқан Тұрар Рысқұлов ол Сталинге 30-40 бет тұратын хат жазып арнайды. Және де бұл ұлы ұжымдастырудан кейін біздің халқымыздағы 1,5 миллион адам көршілес елдерімізге қоныс аударды. Қоныс аударғаннан кейін және де 2 миллиондай қазақ халқынан айырылып қалды. Айырылып қалды. Содан соң көтеріліс ашты. 5 мыңдай адам жазаға тартылып қалды. Ал олардың 800 адамы ату жазасына кесілді. Және де осы жерде біздің осы ұжымдастыру саясатына қарсы шыққан ұлт зиялылардың да ату жазасына кесті. Жақсы, жарайсың. Отыра ғой. Рахмет, жалғас. Енді балалар сәл-пәл толықтырып жіберейік, жалғасты. Ұжымдастыру саясаты бұл ауылды кеңестендіру болып табылады. Колхоз, совхоздарға, ұжымшарларға не істеу? Біріктіру халықты. Яғни осы уақытқа дейін көшпелі шаруашылықпен айналысқан, мал шаруашылығымен айналысқан халықты отырықшылыққа не істеді? Күштеп отырғызды, көшірді. Жақсы. Енді балалар, осы күштеп ұжымдастырудың салдары осындай үлкен нәубетке, зұлмат заманға, яғни ашаршылыққа алып келді. Жалғас айтып кеткендей балалар, 31-33 жылдардағы ашаршылықтың кесірінен сол кездегі қазақ халқының саны балалар 29 жылы 5.200.000 болған соңғы санақ бойынша, ал 33 жылы балалар ол 2,5 миллионға дейін ғана қалған екен. Яғни ашаршылық жылдарында балалар
2 миллионнан астам адам қаза тапты. 1 миллион 700 мың адам шет аймақтарға көшіп кетті. Нақтырақ айтатын болсақ, Қытай, Монғолия, Ирак, Иран, Тәжікстан, Ресейдің біраз аумағына біздің өзіміздің қазақтарымыз не істеді? Қоныс аударды. Өйткені балалар, ұжымдастыру саясаты бұл күштеп әрі заңсыз жүргізілді. Халықтың бүткіл байлығын не істеді? Малдардың мүліктерін тартып алды балалар. Яғни декрет бойынша байлардың мүлкін тәркілеу керек болды, ал шын мәнінде кімдер малдарын тәркіледі? Барлық халықтың малдарын тәркілеп шықты балалар. Яғни бай деп айтатын адамда қанша мал болу керек мысалы? 100 мыңнан астам ата деп айтып жатамыз, иә. Ал ол кезде байға кеңестер балалар, бір үйі бар, яғни бір киіз үйі бар, және 1-2 малы бар адамды да не істеді? Жатқызды. Сөйтіп олардың үйін де малды да не істеді? Тәрбиелеп алды. Енді осындай саясаттан кейін халықтың ашаршылыққа ұшырауы заңды ма, заңсыз ба? Заңды балалар. Заңсыз жүргізілді деп айтамыз. Жарай ма? Жақсы, енді балалар. Мен сіздерге мәтін беремін, мәтінмен жұмыс жасаймыз, топтық жұмыс жасаймыз қазір балалар. Мәтін таратайын. Бірінші топ бізде 31-33 жылдардағы ашаршылықтың басталу себептерін анықтайсыңдар. Кітапта 34-33 параграф ашыңдар. Кітаптағы мәтінді қадым жалғас айтқан мен толықтырған ашаршылықтың салдарын анықтайсыңдар. Түсінікті ғой? Дәл осылай мәтінді пайдаланыңдар, оқулықты пайдаланыңдар, жеке-жеке оқып, топтасып тұжырым жасаңдар. Қазақ зиялылары ашаршылықты көргеннен кейін кеңес одағына не істеді? Әртүрлі хаттар жазды. Солардың біреуі 38 жылғы бесеудің хаты. Соны сендердің мына жерде 5 сұрақ берілген, сол 5 сұрақ бойынша маңыздылығын істейміз, талдаймыз. жылдардағы Қазақстандағы ашаршылықтың басталу себептері. 1931-1933 жылдардағы Қазақстандағы ашаршылық еліміздің тарихындағы ең қасіретті кезеңдердің бірі болып саналады. Және де бұл ашаршылықтың басталу себептері бірнеше факторлердің бірлесуінен туындаған болатын. Ең бірінші себеп ол бізде ұжымдастыру және аграрлық реформа. 1928 жылғы ұжымдастыру саясаты ауыл шаруашылығын қайта құруды мақсат еткен болатын. Және де кеңес үкіметі жеке шаруашылықтарды ұжымшаларға қосуды мақсат етеді. Және де бұл процесті қазақ халқының кең ауқымы қарсылық білдіреді. Билік бұл қарсылықты жаныштап ұжымдастыруды күшпен ұжымдастыра бастаған болатын. Қазақ елі олар тек қана малмен қоныс аударып көшіп жүрген етін. Ал Ресей елі алдыда қазақ елін тек қана бір жерде отырықшылық, егіншілікке бұрмалады. Ал одан егіншілікті игере білмейтін қазақ елі қатты қиналады. Сондықтан мал мүлкіне айналып, сондықтан жұт болады. Миллионнан астам қазақтар қаза тапқан болған. Ресейдің айтуы бойынша көптеген қазақтар жаппай қырылған болатын. Және де көптеген қазақтар басқа елдерге де көшіп қонған болатын. Ашаршылықта 30 жылдардағы ашаршылық Қазақстан тарихында үлкен кезең болып қалды. Оның салдары тек демографиялық жағдайда ғана емес, әлеуметтік, экономикалық және мәдени тұрғыда да теріс әсерін тигізді. Жақсы. Ашаршылық қазақ халқының ұлт және ұлттық дамуына және саяси дамуына теріс ықпалын берді. Көптеген отбасылар мен адамдар Бұл құжат саяси үкіметтердің саясатына қарсы жазылды. Және де 1930 жылдардағы Қазақстандағы қатты ашаршылық мен мәдени қысым жағдайында жазылды. Бұл мақсатында 5 тұжырымдама жасаймыз. Өз ойларымен кез келген оқушы. Қане кеттік, тұжырымдайықшы тапсырманы. Жалпы осы аңдарында солардың барлығын жиынтық 5
айтқан балаларға қосымша балл болады балалар. Қане? Хат жасады, олардың артын қудалап, оларды ату жазасына кесті. Жайды ұжымдастыруды әрең тоқтатты. Жақсы. Жарайсың жалғас. Бірнеше тұжырымдама айтып кетті, иә, бір сөйлемнің ішінде. Барлық ақпараттарды қорытындылай келе тұжырымдаса, Ресей халқы қазақ халқына қысым көрсеткен, ал қазақ халқы кеңес үкіметіне қарсы саясатқа қылықтар жасаған. Осы жерде болар Ресей халқы деп айтпаймыз. Ресей билігі деп айтамыз, иә? Бүткіл халықты алуға болмайды. Билігі деп қана айтамыз. Жақсы, жарайсың аяғым. Кетіп келе. Менің түсіндіргенім 1930 жылдарда ашаршылық қазақтарға ең ауыр кезең болып саналған, және сол кезде ең басты салдар халықтардың жаппай қамау мен қоныс аудару және миграция болған. Жақсы. Яғни салдар. Жарайсыңдар балалар. Ешқандай нәтиже болмады. Халық одан ары қарай не істей берді? Қырыла берді, қайтыс бола берді, ашаршылықты. Жақсы, жарайсыңдар. Кеттік. Енді балалар, осы алған білімдерді не істейміз? Жинақтаймыз, жұптық тапсырма. Қазір осылай кішкене серпіліс болсын бізге, я жұптарды бөлемін. Сол жұптармен тек қана ручкамен ғана не істейміз? Ауысамыз балалар, я? Қалған дүниелерін ағадан елде қараймыз. Ай, бұл бал, жарайсың жалғас. Мейлі, тез-тез асыл. Артыр, я? Бал қосылар өздеріне. Алтыға лайықты десем, ұя ғой. Жақсай күн десем, Рамазан. Бүгін ұқсан аз қойдым. Енді қараңдар. Бірінші жұп бізде Нұрлыбек пен Арнұр. Екінші жұп бізде Аярым мен Айсұлтан. Үшінші жұп бізде балалар Сасан Азамат. Жандерім. Ерасыл және Інжу. Келесі жұбымыз Ербол Рамазан. Бізде енді Ербол бүгін жарысқа кетті де келе алмай қалды. Рамазанның жұбы мен болады. Рамазан. Гүлназ және Әли. Рамазан жалғас. Шыңғыс аяуым. Енді балалар, мінекей. Өз жұптарын шықты. Осы жұптың өміріне байланысты тапсырма берем балалар. Жинақтаңдар бір-бірден қасқа жинақтаңдар. Ручканы да қалды. Айын ашылығы. Біріншісі, қуаңшылыққа байланысты астық шықпады. Аштық елдің 7 губернасына қаралды. Үшіншісі 1.700.000 адам құрбан болды. Жақсы. Ұқсастығы. Сегізіншісі, қазақ халқының демографиясында зардабын тигізді. Төртіншісі, көршілес аймақтарға көшу белең болды. Бесіншісі, ашыққан халыққа көмек кеш көрсетілді. Жақсы. 1931-1933 жылдардағы ашаршылық айырмашылығы 2-5-9. 2-5-9, я? Ал енді үш жауабымен тексерейікші. 1-6-3 па? 8-4-7. Бәрі дұрыс. Жақсы, жарайсыңдар. 2 бал өздеріне қостап кетіп келесі қай жұпта? Кстати, келеген фактіні келтірмей-ақ, жалпы сипатталғанда, ауылдар мен селоларда сұмдық оқиғалармен қоса аштық пен кең көлемде індет алған. Ит мысық желініп жатыр. Халық аштықтан кісілік өлуде, ал тірі қалғандардың аштықтан әсірегені сонша, өліктерді жерлеуге де шамасы келмеуде. Біздің жауабымыз Павлодар. Бұл ақпарат Павлодар қаласы туралы, иә балалар? Жауап? Жақсы. Жарайсыңдар, кетіп келесіңіз. Суреттің ішіне қойылған бірінші тақырыбымыз қазақ халқының қайғы қасіреті. Жақсы, болады. Шығармашылық тапсырма енді бұл, иә? Екінші Голошекинге хат жазылып немесе бесеудің хаты деп те айтуға болады. Жақсы, жарайсыңдар. Осыру шешімі қабылданды. 1929 жыл
МТС құрылуы 1931 жылдар, шаруа толқуы 1930-1932 жылдары, ашаршылық 1932 жылы бесеудің хаты 1932 жыл көктем ұжымдастыруды аяқтады. Жақсы, жарайды. Біз бірден дұрысталумен тексеріп отырмыз сендерді. Бізге берілген тапсырма жылдар 11-ші өмір салтына көшіру жөніндегі нұсқау берілді. 1930 жыл тамыз. Дұрыс. 31 жыл тамыз. Келесі. 4,5 миллион ғана мал қалды. 1930 жыл. Дұрыс. Ерасыл, жылдар. Ашаршылықтан 2 миллионнан астам адам қаза тапты. 1931-1933 жылы. Созақ ауданында шаруалар үкімет саясатына қарсы бас көтерді. 1930 жылдары. Сырдария, Қостанай округтерінде көтеріліс орын алды. 1929 жылы. Жақсы. Ұжымдастыруды қолға алған кезде халықтың мал шаруашылығы күйрей бастады. Ұжымдастыру қолға алғанда қазақ елінің көшпенді қазақ елін отырықшыға айналдырды. Және де осы отырықшыға айналдырғаннан қазақ елінің малдары қырыла бастады. Жақсы. Енді балалар қазір осы ісімді алға. Сабақта жаңадан қазақ зиялыларының осы ұжымдастыруды тоқтату үшін тынбай әрекет еткенін үйрендік. Маған қандай қай тапсырма ұнады? Маған жұмыс тапсырма ұнады. Осы сабақтан кейін өзімді қай қасиетке тәрбиелеу керек? Өзімді осы халыққа қызмет етуге тәрбиелеу керек. Өте жақсы, тамаша. Тағы кім? Кез келген бір минутта жауап бере берсеңдер болады? Сабақта жаңадан үйренген қазақ зиялыларының өз үшін халыққа үшін күрескенін және де ашаршылық философиясы қиын болғанын, одан кейін қазақстандарында зейнет туғызған жоқ. Осы сабақтан кейін өзіме қандай қасиетке тәрбиелеу керек? Қазақ халқы сол кезде төзімді болған, сондықтан өзімізге төзімділік пен ерік жинап, қайсарлықты Тамаша, жарайсың.